декретте отырып табыс табу жолымен бөліскім келеді. Ол үшін сізге дизайнер болудың қажеті жоқ. Ол үшін сізге тек қана телефон мен принтер қажет болады. Содан кейін дайын шаблондар каналына қосылсаңыз болады. Оның ішінде 1000-нан астам жақсы шаблондар бар. Мына шаблонды мысалға мен каналдан скачать етіп алдым. Соған текст орнатып жатырмын. Приложениені Play Market'тен жазып алдым. Бесплатно. Міне неше түрлі шрифт орнатып жатырмын. Қазір түсін өзгертеміз. Ал Telegram каналды алғыңыз келсе, маған WhatsApp номерге жазыңыз, видеоның астына тастап кететін болам. Неше түрлі осындай түстерге орнатуға болады. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркелсеңіз, менің подписчиктеріме көрінетін видеоны қарауыңызға болады. Оның ішінде әдемі жазу, қазақша әріптермен жазу, как написать золотым шрифтом, как написать 3D шрифтом деген барлық видеолар бар. Бірақ ол үшін сіз маған подписка жасап, YouTube'да обновить ету керексіз. Сол кезде ол видеолар сізге шығатын болады. Осылай әдемілеп жазғаннан кейін үстінде копия деген өшіргіштің қасында копияны көріп тұрсаңыз, соны басып копияны басасыз. Екіншісіне орнатамыз. Бұл балдың стикері, мёдқа арналған стикер жасап жатырмыз. Біреуі крышкасына, біреуі сыртын орауға арналған оберткасы. Ұнағанша өзгертеміз. Сыймаған жерлерін өшіреміз. Болғаннан кейін үстіндегі галочканы басып галереямызға сақтап аламыз. Содан кейін бірден телефоннан принтерге Wi-Fi арқылы жіберуге болады. Мысалға міне Epson iPrint деген жазып алдым. Ол үшін сізде Wi-Fi арқылы жіберу үшін принтеріңіз Wi-Fi ұстау керек. Немесе қазірде переходник болады. Соткамен принтердің переходнигі болады. Шнур. Сондай шнур алып, солмен жіберсеңіз де болады. Шаблонымызды алдық, таңдадық, далее бастық. Настройкасын міндетті түрде қараймыз. Размер бумаги А4, тип носителя глянцевая бумага, глосси. Качество печати обязательно высокое. Автокоррекцию выключайте всегда, ұмытып кетпеңіз. Осының барлығы болғаннан кейін готованы басамыз. Жоғарыда тұрған. Басқаннан кейін бұл бізде печатьқа кетеді. Міне бізде печатьқа кетіп жатыр. Бұл балдың жасалу түрін мастер-классын көргіңіз келсе, қандай мата қолданам, қалай қиям, қалай жабыстырам, соның барлығын көргіңіз келсе, осы YouTube каналымда видеоның астында ссылка тастап кетем. Сол ссылкаға бассаңыз, жасалу әдісін көруіңізге болады. Бірақ міндетті түрде маған YouTube каналыма подписка жасауыңыз керек. Міне распечаткасын жасадық. Біздің стикеріміз дайын. Енді қалғаны бізге тек қалай жасалады, қалай жабыстырылады, соны көру қалды. Оны көру үшін видеоның астындағы описаниеге басыңыз.